біз мынау поисққа Quizlet деп жазамыз. Бұл учебное средство и карточки, яғни карточка жасау арқылы балаларды үйрететін платформа. Зарегистрироваться дегенді басамыз. Продолжить с Google батырмасын басамыз. Сол кезде өздеріңіздің аккаунттарыңызды басасыздар, белгілейсіздер, солай кіреді. Және мына жақта последнее действие біздің менің бұрынғы жасаған сабақтарым деген секілді тұр екен. Так, бұл жақта біз плюс батырмасын басып, учебный модуль деген батырманы басамыз. Так, енді тақырыбын жазасыздар, қай сабақтан бересіздер, не керек деген секілді. Мен жай ғана аудармасын жазайын. Так, мен қазақ тіліне байланысты қазақ тілі деп. Описание жазсаңыздар болады, учебный заведение атын жазсаңыздар болады. Так, термин. Мысалға мен жазамын, мысалға мектеп. Біз тіл таңдаймыз. Мектеп, бұл бізде қазақ тілі. Аудармасы школа. Сіздер тек бұндай ғана емес, биологиялық терминдерді, химиялық терминнің атын жазасыз, анықтамасы деген секілді жазсаңыздар болады. Немесе ағылшынша жазсаңыздар болады, дәптер. Енді бізде барлығы не болып кетті, тетрадь. Мына жақта да выбрать язык деген батырманы басып, русский екіншісі қай тілде тұр, соны таңдайсыздар. Мысалы, қазақ тілінен орысша аударып жатырмыз деген секілді. Мектеп, дәптер, так, қалам. Так, қалам. Өшіргіш деп, пластик. Және сумка деп жазасыздар. Енді бұл жақта сіздер қараңыздар, сурет те қоссаңыздар болады, изображение дейді. Или загрузить свое изображение. Мысалға мектеп деп өзі беріп тұрды, маған анықтама несін, сурет нелерді. Школа, келесі дәптер, тетрадь, бұл яғни өзі тауып бере алады. Міне тамаша, мысалы мынаны басам. Сурет те қойсаңыздар болады, сурет сіздер жазсаңыздар болады. Сурет қоя салайық біз енді. Өшіргіш ластик дейді. Так, мына жақта бірінші суретті ала салайық, осылай өзі, немесе загрузить свое изображение, бірақ мына жақта не екен, Quizlet, яғни премиум версиясында екен. Жақсы. Дайын суреттердің өзі бізге шығады. Создать деген батырманы басамыз. Енді қараңыздар. Мына жақта бізде мектепке қатысты не шығады? Термин бересіздер балаларға, айтады анықтамасын. Үстінен бір бассаңыздар, школа суретімен ассоциация ретінде шығатын болады. Екінші ары қарай басасыздар, дәптер, тетрадь, қалам, ручка, өшіргіш, карточка ғой, енді ластик, сумка деп осылайынан шығып тұрады екен. Сумка. Міне көрдіңіздер, дауыстамасы да бар екен. Мынау редактировать деген нәрсе. Өшіргіш, орысшасына бізде несі бар екен. Пластика. Звук бар екен. Бұл бізде карточки бөлімі болады. Карточкені басқанда осылайынан өздері карточка жасап берді. Үлкейтесіздер. Келесі тест, заучивание дейтін бар. Яғни сіздер тек қана бір жазып бересіздерді, ары қарай өздері жасап береді сіздерге. Аудармасын термин жазсаңыздар болды. Болмаса есепті де қойсаңыздар болады. Есепті бересіздер, сосын артына жауабы деген секілді. Вы берете правильный термин. Көріңіздер ме? Школа, мектеп дегенді басам. Замечательно деп шықты. Тетрадь, дәптер, превосходно өзі. Ручканы қате белгілейік. Не волнуйтесь, вы все еще учитесь. Продолжить деген батырманы басамыз ары қарай. Ластика болып кетті, жақсы, өшіргіш. Сумка бізде сөмке деген секілді. Бұл түсінікті, одан кейін тест жасай аламыз. Заучивание бөлек, тест. Так, мына жақта мені тыңдайсыздар. Вопрос қанша сұрақ болған қалайсыздар, мен 5 жаздым. Ответ қазақша болған қалайсыз ба, орысша болған қалайсыз ба? Верно, неверно дегенді қоссақ болады, дұрыс. С выбором ответов, подбор, письменный вопрос қоссаңыздар болады. Өздеріңіз білесіздер. Мысалға, қалай көрінеді? Тетрадь, термин, дәптер, дұрыс па, дұрыс емес па? Неверно дейміз. Мына жақта бірден жауабы шықпайды, соңында жауабы шығады. Ластик, мысалы, жоқ, неверно, дәптер, ручка бізде қалам деген бар, школа, мектеп, сумка, сөмке, отправить тест деген батырманы басамыз. Осы жақта мен бірден жауап шығады.
правильно, мысалы төртеуі дұрыс жасадым, неправильно біреусін дұрыс қате жасадым деген секілді. Следующий шаг, келесі шаг, яғни қайтадан заучивать ет, пропущенный терминдерді өт деген секілді астында бұрыс жауабың барлығы шығып тұрады екен. Мінекей. Одан кейін бізде подбор деген нәрсе бар, үшінші есі. Начать игру, яғни мына жақта мысалға ручка, бізде қай несі қалам, бір-бірімен табасыздар. Өшіргіш, пластик, сөмке, сумка, мектеп, мысалы дәптер десек, жоқ деді. Мектеп пен школа, дәптер мен тетрадь дегенді басамыз. Міне сонда бізде былайынан шығады, сіздің неңіз деген секілді. Играть словоны бассақ болады, поделиться результатом 17 секундта шығарғы деп. Бұны енді қалай жібереміз дейтін болсақ, X-ті басайық. Карточки қазақ тілі бізде осы жақта интервальный опубликовать деген жерді басамыз. Модульіміздің копировать ссылку деген шығады. Осы ссылка арқылы қосылсақ болады, немесе почтаға да жіберуге болады. Міне мен ссылканы копировать еттім. Сол ссылкамыз былайынан шығатын болады. Карточки сөмке деген секілді. Изучено менде шығып тұрды, не нәрсені істедім деген секілді.